осы күнге дейін біз 3 кен орнының 80%-ын сатып алатын тауарларын зерттеп шықтық. Осы күнге дейін 109 мыңнан астам тауарларын зерттеп талдап біз өзімізде бір реттеп қойдық. Каталог. Барлығы бізде бар. Бұл мағлұматтың барлығы біздің сайтта бар. Халықаралық стандарттарды біздің елімізде халықаралық компаниялар талап етіп отыр. Жаңа КПО, ТШО, НКОК деп жатыр ғой. Сол компаниялардың талаптары халықаралық стандарттар. Енді жаңа алдында біз айтып кеткендей, ең көп сатып алатын тауарлар осы 3 кен мұнай газ кен орындар сатып алады. Сол үшеуіне сату үшін әрине өндіріс стандарттарға сай болу керек. Оларға жаңағыда олар өзінің тауарын сату үшін. Сол мысалы егер жергілікті компания өзінің жаңа сертификатын алып ақша жұмсаса, сол ақшасының жаңа 60-70 миллион теңгесін үкімет орнына өтеп береді. Қайтарады. Ол менің ойымша өте жақсы бір қолдау. Мұнай газ саласындағы бір өндірістің арқасында қасында басқа да салалар дамиды. Мультипликативті әсері бар. Мысалы өндіріс ашылса, оның жанында жаңағы жатақханалар жалға алынады, асханалар жұмыс істейді, және мысалы мынау көліктерді жалға алады, логистика жұмыс істейді. Елге беретін септігі, тиімділігі өте көп. Сол бір ғана саланың дамуының арқасында 4-5 сала дамып келеді. Бәсекелестікте екі фактор ғой. Біріншісі ол сапасы мықты болу керек, халықаралық стандарттарға сай болу керек. Ол бір. Екіншісі баға. Әрине, егер бағасы қатты қымбат болып жатса, біздің өндіріс, біздің тауарлар мысалы ұталмайды, қатысқан тендерларында. Ал егер бір тұрақтылық пайда болып, тапсырыстар көп болып, осы бизнес бір өзінің бір деңгейіне шықса, бір белгілі бір жақсы бір деңгейге шығып жатса, оның бағасы жайлап ақырындап өзгереді. Сөйтеді, ол мысалы уже 3-ші сатыға өтсе болады. Басқа алыстау елдермен сауда жасауға мүмкіндік пайда болады. Бірақ менің ойымша бірінші сол ішкі нарық, екінші жақын тұрған көршілес елдер, 3-ші саты ары қарай уже бара береді.